Так, құрметті қазақ елі, мынау Египет елінде Шарм-эль-Шейх демалыс орнында біз осы Қазақстанды осы Шарм-эль-Шейхті таныстыруға келген едік. Осы жерде өзіміздің қазақ туысқандар жүрген, сол кісілерден интервью алайын деп, ол кісілер қалай демалып жатыр, қалай демалуға болады, қандай компаниямен келді, и тағы да келгілері келе ма, сол туралы біраз сұрақтар қояйын деген едім. Енді онда бастайық, бірінші танысып алайық. Так, мына жерде не бойынша осы жерде апамды құрдасты, біз бұл кісі бізбен почти арамыз бір жыл болды, құрдасты айтып жатырмын. Өздеріңіз аттарыңызды таныстырып, қайдан келдіңіздер, қанша күн келдіңіздер, қалай сіздерге ұнады ма, содан бастасаңыздар. Апа, өзіңіз бастаңыз, атыңыз бәрін. Менің атым Гүлнар. Айта бер. Фамилиям Жұматаева. Сол Семей қаласының өзінің тұрғынымыз. Ар жағында негізі түп тамырымыз Шуатал деген ауданнан біз. Семейге көшіп келгелі 20 жылдан артық уақыттар болды. Сол балалардың арқасында шетелде жылына бір рет қыдырып қоямыз. Осы Шарм-эль-Шейх деген жерге киелі. Енді өзіміз ризамыз, демалысымызға. Жақсы, біз әнеуін Астанадан көзімізді аша алмай боранмен шығып едік. Бұл жаққа келген 26-27 градус. Енді организмде енді шығып тұр. Ничего, бәрі жақсы. Риксіз премиум деп. Иә, Рикс премиум Сигейт, оны айтып кетейік. Бұл жерде екі Риксіз бар. Біреуі 16 жастан тек қана жоғары қарай жас балдарды қабылдамайды, кішкентай балдар. Мына жерде біз отырған жерде бұл премиум класс, апам айтқан дұрыс. Бұл жерге бала шағасымен келгенге де ыңғайлы, үлкен азаматтарына бәріне ыңғайлы жасаған, өте керемет. Как енді онда қасында отырған біздің енді сіздің қызыңыз болады, қателеспесем. Иә, осы кісілерді таныстырып. Құралай Бақытбекқызы, мен жолда осылай бір қыдырып тұрамыз. Шарм-эль-Шейх негізі демалғанға өте жақсы жер екен. Жаңағы Түркия еліндегі демалысқа өте ұқсайды. Үш уақыт, 4 уақыт тамақ береді, жаңағы обслуживаниесі көп. Осы маған негізі таныстарымның бәрі айтқан осы. Турецкий отдых ұқсайды дегеннен Бөле кетейін, міне көрдіңіз бе, бұның бәрі алып келгендігі былайша айтқанда орысша айтқанда все включено дейді ғой. Все включено ішінде қазақтарға сол ұнап тұр. Біз байқадық, бүгін біраз адамдар қазақтар именно көбейді. 30% жоғарылап қарап қалып, қазір ары бері өтіп тұр. Бұның бәрін алып келеді, қазақтардың біріншіден жағдайы жақсарған, екіншіден біздің қазақтар Турцияда көп демалып үйренген, туралы біліп айтып отыр, соған байланысты бір шетінен соған қызық деп отырмыз, дұрыс па? Бәрі нәрсе. Қазаққа үш уақыт 4 уақыт тамақ болмаса, олар келмейді. Дұрыс айтасыз, иә. Самый главный тартып жатқан несі сол шығар енді. Ол да болды. Обслуживаниесі жақсы, ауа райы жақсы, арасында бір жел болады екен. Енді ол кішкене кетпей ма? Иә, оны как раз осы жел туралы айтып болады, басылады. Кешке жақын бірақ жел жоқ. Қолайлы табиғаты, қолайлы, сонда Қазақстандықтар осы жерге демалуға шақырамыз. Керемет. Так, одан кейін айтайын деп жатқан мына жерде енді қазір осы келгелі бері осы жерге қанша күнге, бір аптаға келдіңіздер ме? Бір аптаға келдім. Бір аптаға. 5 күн келдіңіздер, 11 күн қайтасыздар. Алла берсін. Сіздер енді қандай экскурсияға бардыңыздар, и соның бағалары қандай болды, қандай компанияға бардыңыздар, соны айтыңыздар. Мен одан кейін оны өзім арзан айтайын. Біз жаңағы үшеу бірақ судың астына түсіп, жаңағы коралдар мен балықтарды өзі аквалангпен алып түсіріп кететін яхтада, сосын кейін мынандай корабльдің астында батискаф деген бар екен ғой, мынандай подводныйға қарасаң мынандай ненің бар өзі көрініп тұрады. Короче, прозрачный азықтардың бәрі көрініп тұрады. Батуттармен теңіздің үстінде жүру, сосын ашық теңізде жүздік Красное море, Никол теңізде. Керемет. Сонда 3 в 1 үшеуі бірге. Bir адамға $95 болды. Бірақ хотя ол Риксізға кішкене бағасы қымбаттау деп айтып, сонда отырғандар тұрды, олар айтты $80-ға келді. Риксіздің отельдеріне келгендерге жоғары сатады екен. Жоқ, бұл жерде мен осы жерді тұрғылай кетейін, бұл адам басына именно компания именно бізді алып келген, жаңағы солардың бәрі билет сатып алғанбыз. Олардың мақсаты теге қонақтарға условия жасап, сервис жасап, билет сату. Сөйтіп олар өздері сервисін жоғары бағалайды да, мынау Риксіздегідей. Соған байланысты олар қымбат болады. Бірақ бұл жерде екінші варианты бар. Соны как раз айта кетейін, бізде Imperial 24
империал туризмі орысша айтқанда 24 деген бар. Именно сол бағасы өте төмен. Кеше міне как раз осы экскурсовод маған айтайын, біз самолетпен Каирге ұшып бардық. Келіншегіміз екеуміз, келіншегім оператор болып бардық пока. Сол жерде ұшпағанымызда біз $170 алдық. Азан тур солармен бірге шықтық. Солармен бірге келдік. Тур сол турға қатыстық. Сол тамақты жедік. Бірақ олар $270 төледі. Біз $170 төлейміз. Сол үшін айтайын деп жатқаным, енді мынау любой адам қазіргі бәрі дамыған интернеттің дамыған уақытысында сіздерге тағы да айтайын, ссылкасын жаңағы осы неге саламыз YouTube астына. Imperial 24 туризм. Вот соған кірсеңіздер, сол жерде баға өте керемет болады. Тағы да 2-3 компанияларды табамыз, потому что всегда бір жерге барадан бағаны салыстырғанымыз дұрыстау болады. Сонда біз айналып келген кезде артық ақша төлемеуге әрекет жасаймыз. Енді айтайын деп отқан қазір сіздер осы демалысқа келдіңіздер, атмосфера бәрі жақсы ұнап жатыр. Енді осындай демалыс орын Қазақстандағы мысалға Ақтауда рейс бар, мен болған жоқпын. Сіздер сол Ақтауда рейсте болдыңыздар ма? Біз естуімше өте қымбат деп айтты. Өте қымбат, мына жерден бірнеше есе қымбат деп естідім. Сөйтіп барғанда жоқпыз. Ол болуы мүмкін, потому что ол туралы как раз мен де информация алдым, барып демалғандардан. Өте қатты қымбат деді. Бірақ сервисі төмендеу бұларға қарағанда. Және бір біздің жақтағы демалыс орындары шетелмен бірден бағалары өте жоғары. Мысалы, қарапайым халыққа қатасы көтермейді. Ол жақтағы демалыс біздің жақтағы қымбат. Қымбат осы жақтан кем түспейді негізі. Шетелмен. Түсінікті болды. Одан кейін айтайын деп жатқанымда, енді егер де сіздерде сондай шанс болатын болса, или желание болатын болса, сіз қайтадан осы жерге, осы демалыс орнына келгіңіз келетін бе? Келетін. Енді демалғанға тұрмын, жақсы жер. Значит, сіз өзіңіз достарыңызға, дос қыздарыңызға, туысқандарыңызға айтасыз, мына жерге барсаңдар демалу орны жақсы екен, рейс сіздерге ұнады. Сондай болып тұрмын. Сіз премиум деп атына лайық. Лайық, Отырған жерінде официант келе қалуы керек, шай керек. Сразу. Үйдегі келінен жақсы жұмыс істеп жатыр ғой. Ой, келіндердің құлағын алтын сырға. Так, бұдан кейін енді бұл жерде мен айтайын деп жатқан, как раз мынау Қызыл теңіз туралы тұрмын. Қызыл теңізге сіздер бірінші бар деген отырсыздар ғой. Бұрын Қара теңізде болған бердіңіздер? Су, мысалға, Турцияда Қара теңіз. Мынау Қызыл теңіз. Жерорта теңізі. Жоқ, негізі былай, осы Қара теңіз деп айтылады негізі жерортаның қасында ғой. Жерортада болдым, иә. Болдыңыз. Енді суға түстіңіз екі суға да, екеуінің разницасы қандай суда? Сол айтып бере аласыздар ма? Мен ол жерортаны кішкене ұмытып қаптым, бірақ мына Қызыл теңізге кеше түстік қой, бір жеңілдеп, бір негативді ерген алып кеткен сияқты бір жеңілдік береді екен. Су жып-жылы түскенде приятно, да? Бір негативді энергияны бір алып кеткен сияқты содан шыққанда қолым олар түседі, сондай бір жақсы. Суы тұзды ғой? Су өте тұзды. Тұзды, иә? Тұзды. Бірақ денсаулыққа пайдалы деп айтып жатыр. Сондай ғой мен түсінген бойынша. Денсаулыққа пайдалы болу керек, тұзды суды көп бөлу ішемін. Так, одан кейін енді мынау как раз өткенде өзіміз төртеуміз бірге бардық. Мынау как раз базар туралы айта кетсеңіздер, сіздің ойларыңыз қандай? Бұл жердегі сервис базарда қандай екен? Бәрі жабысып, ананы ал деп сәл сіздерді әбіршкен болар. Негізі осы туристердің бәрінен сұрап жатыр. Барлығы барғысы келмейді. Неге десең, әр туристің арқасынан жүгіріп, мынаны ал деп алдайтын әдеттері бар екен бұлардың. Кеше өздеріңіздер байқадыңыздар ғой. Сол туралы сәл айта кетсеңіздер, бізге ол білу керек. Келетін қазақтар қай жерге қалай бару керек екенін білу керек. Потому что көрдіңіз өзіңіз. Мысалы, Дубайда болдық қой, сонда онда енді мынандай жабысып алған деген нәрсе жоқ қой. Оның арабтары классың выше, алардан қарағанда. Онда бар ғой, арабтардың бәрі өздері әулие олар, әппақ киіп бүйтіп жүреді ер адамдары. Онда обслуживающий персоналдың бәрі нелер, африкандықтар, филиппиндар. Бұл жақта арабтардың өздері обслуживать етеді. Бірақ бір жабысып алады. Дубай мен несі айырмашылығы үлкен. Онда мұндай жабысып алған деген нәрсе жоқ. Кішкене элита арабтардың элита сонда. Амында кішкене. Енді культура төмендеу деп жатсың. Культура төмендеу. Так енді инфраструктура өтейік. Мысалға Дубайға барғанда өзіңіз білесіз, жолда әдемі, демалыс орны әдемі. Бұл жерге енді кеше Каирға біз барып келдік, сіздер көрген жоқсыз ғой. Каир өте былайша айтқан кезде шаршап қалған қала екен. Оны біз мына өзіміздің былайша айтқан кезде оқырмандарға айтуымыз керек. Біз бардық, бірақ енді именно пирамиданы көруге бардық, пирамидасын көруге болады. Бірақ жолдың шеті, баратын жағы дәретхананың несін еш нәрсе қаралмаған. Адамның бәрі жабайы, уже ненің бәрі соғылған, зданияларда шаршап қалған, ол жағынан сәл турасын айтуымыз керек.
сол значит получается сіздерге сол инфраструктурасы ұнаған жоқ мен түсінген бойынша. Жоқ. Бізге мысалы менің өзімнің жақсы жолдасым бар тәрбиелеген. Ол осы шетелдің барлығында болған. Осы мен шығармашылық шефқа бірінші келгенде сол маған совет берді. Сен барсаң бар, бірақ ана Египетке қызығып мұнаралар пирамидаларға бармай-ақ қой. О жақ керемет лас, құм деп. Бұлар өздері де мойындайды екен. Кеше гидті айтып отыр. Бізге ол жақта дұрыс нәрсе қылмайды. Сондықтан да бос шаршамай кетіп те біз енді осы шығармашылықтың өзіндегі экскурсияларға қатысып жатырмыз. Ана жаққа бармағанымызда өкінбейтін сияқтымыз елдің айтысына. Енді көрсетесіз, неге десеңіз, егер автобуспен баратын адамдардан сұрадым мен, автобуспен шаршадық дейді. 8 сағат жүрді, 5 сағатта мінгізіп алған дейді, 8 сағат жүрді. Ары 1 сағат сайын тоқтайды дейді, ана посты бар дейді, военныйлерге паспорт тексеріп, тыныштық бермейді дейді. Сөйтіп шаршадық дейді. Короче, біз самолеттен барып, 9-да келіп, кеше мынау неміз мейрамды жалғастырдық. Енді ары қарай өтейік. Так онда айтып отқан как шоу программасы туралы қалай айтасыздар? Мысалға мен кеше демалыс орнына барғанда басқа ательдердің адамдар болды, соны сұрадым. Сөйтсем олар айтады, кешке қарай бізде ешқандай концерт жоқ, шоу программа ондай нәрсе жоқ дейді. Тамағын ішіп аламыз сағат 8-ден кейін. 8-ден кейін бітті дейді, нөміріңе кіріп жатасың, болмаса ішін аралайсың дейді. Бізде енді осы жерде кеше өзіңіз көрдіңіз қандай концерт сияқты 8 мартқа арнап жатыр, бүгін де болады құдай қаласа. Сол жағынан қалай жүрді? Енді Дубайда да солай. Рейсіз Бабаль-Бахырда болды. Онда да осындай программа бар. Сондай болу керек шығар деп қабылдап отырмын мұнда. Кешкісін тура сонда баяғы жаңғақтарын қойып, официанттары жүгіріп жүріп, шайын ішіп, кешкі таман жастарға жақсы енді біз барып отырып қайтамыз ғой енді. Дұрыс. Құралай ханым, сізге ұнады ма енді кешкі 8 мартты күтіп алуыңыз қалай? Бәрі дұрыс болды? Енді 8 мартта таң ертеңнен бастап праздничный атмосфера болды ғой. Таңертең мейрамханаға барғанда есік алдын бәрі андай живая фотозона, гүл берді әрбір келген әйел адамға. Таңертеңнен бастап официанттары формаларына дейін қып-қызыл фартук, қып-қызыл бантик, қып-қызыл чехол, түгелі кісі және өзде көп болды мейрамханада. Одан кешке жақын күн жаңа праздничный тортпен, несімен, фейерверк, праздничный жаңа билермен керемет, ұнады сізге, ұнады. Ол кеше бәріміз енді Қазақстаннан келгеннен кейін бәріміз бірге отырып, бір дастарханда отырдық, апамды құттықтадық, Құралайды құттықтадық, келіншегімізді құттықтадық. Негізі 8 мартта жақсы өткізген ойдамын бәрі керемет болды. Так, одан кейін айтайын деп отқам, енді осы құдай қаласа демалыс орнынан 11-де барғаннан кейін тағы 1 ай өтеді, 2 ай өтеді. Келесі баратын елдеріңіз қандай, сол жаққа барғылардың бір планда қойғандарыңыз бар ма? Енді ол қазір мына карантинге байланысты бізде әлі белгісіздік бірінші осы хамма десе подслышан өтіп елімізге жетіп алып сосын жағдайға байланысты біз жүреміз аяғасынан кетіп қаламыз ол алдын ала пландамаймыз. Мына ПЦР тест туралы айта кетейін, бұл өте керемет сервис жасап болған екен. Бүгін барлығымыз сағат 3-те ПЦР тест тапсырдық. Ол негізі мен түсінген бойынша аэропорттан барып тапсыратын болсам, или басқа платный болсам, ол $30 адам басына алады екен. Бірақ бұлар сол сервис кіргізіп қойыпты, ешқандай ақша төлеген жоқпыз. Бәріміз ПЦР тест тапсырдық. Ол рейсіз сізге келіп әдемі, бәрі керемет тез алды. Осы условиясын бәрі дұрыс болды, бізге ұнапты. Одан кейін айтайын деп отқаным енді мысалға Қазақстанға мысалға осы жерге демалып жатыр. Көп қазақтар именно осы рейстердің туристке барады, Турцияға барады, Египетке келеді, Шарм-эль-Шейхке келіп жатыр, тағы да басқа Дубайға барып жатыр. Именно біздің Қазақстандағы рейстарға не жетіспейді, бағасы қымбат па, соны айтып өтсеңдер, сол ертеңгі қазақтар неге ойға аз барады, шетел көп келгісі келеді, или сервис төмен ба, соны айтып өтсеңдер. Енді біз Қазақстан медицинасында болған жоқ. Біріншіден қымбатшылық. Қымбатшылық. Екіншіден бар ғой, Қазақстан барлық орында. Курорттар айтасыз. Басқа, курорт. Асқадан шаятын жолы ғой. Солардың бағалары жоғары дейді ғой. Жоғары, осы жақтың бағасымен бірге кетті. Біздің жақта вообще демалыс орындары Қазақстанда қымбат. Туризм қайдан дамып кетті мысалы. Өте қымбат. Бурабай совсем қымбат кетті мысалы. Осы жақтан кем түсіп жатқан жоқ. Біз Манкентке бардық, көрсе биік номерде болдық. Коттедждер болды. Бағалары осыларға таяу.
Значит, бізде мен түсінген қымбатшылық. Қымбатшылық. Енді сервис Менің жағынан. бәрі айтады. Сервис жағынан қалай? Мысалға сіз кеше өтіп жатсаңыз, келінмен жақсы жұмыс істеп, шай әкеледі, ана әкеледі, тез жүгіріп келеді деп жатса, ол Қазақстандағыларды сәл нашарлау сервис қатар естетім, мына осы жердегі сервиске жете алмаймын, или бірдей ма? Жете алмайды. Бұл жаққа жете алмайды ол сервис. Өзі. Мұнда отыра қалсаң, келіп тұрады уже, шай керек па, соп керек па, не керек. Қай жерге отыра қалсаң жүріп келеді. Ол Ал енді біз Манкентте болғанымыз, жақсы Манкентте, онда алдын ала бір күн бұрын заказ бересің. Жалпы олардың да тамақтары жақсы, бірақ енді сервис өзіне өзі әлде қайда. Значит, бізде әлі үйренетін нәрселер көп деп отырсыз ғой, Құдай қаласа. Тек қана ол сервис қана емес, бағасына да қараса Қазақстандықтар өзінен ақ шықпас еді. Мысалы, Манкенттен маған демалған Манкенттен Сарыағаш, мен олай айтамын, ұнайды маған жақсы. Просто сервисін бәрін осы. Оларды біледі ғой, курорт ұстаған шетелмен ештеңе. Дұрыстау керек деп отырсыз ғой. Сол жағын дұрыс айтса, бағасын көтере бермей, бағасына лайық сервис болса. Түсіндім. Дұрыс. Одан кейін апа сөзіңізге кетейін. Бұл жерде айтайын деп отырғаным енді былай. Қазір біз мына Риксис премиумда демалып отырмыз ғой. Енді әр қазақтың тасы көтере алмай қалуы да мүмкін. Сол үшін айтайын деп отырғаным, басқа арзан турлар да бар. Именно Риксистен басқалары оған қарағанда әлдеқайда арзан екен. Біздің орта есеппен адам басында біздікі $1200 шықты, $2400 кетеді. Сіздердікі үшеуіңіз қанша шықты примерно орта есеппен? Миллион қанша? Миллион жарым. Айлақ дегенде сол болып тұрғанда, 1200-ден де сіздерде сол болып тұрды, бірдей болып тұрды, орта есеппен айналғанда 3 адам болып тұрды. Сонда, получается, $1200, айлақ дегенде 650 теңге, сонда 600 теңге төңірек болып тұрды. Бұның барлығы айлақ дегенде егер мынау премиум класс ең қымбат, бәрі ұнаған екен осыны алып отырмыз. Бірақ егер де арзан келем деп неғысың, кеше мен неде базарда жүрген кезде сұрадым. Сөйтсем қанша келеді бір аптаға біздің теңгемен 300 теңге келгендер де бар екен. Екі адам. Оларда таңертең таңғы асқана бар ғой. Таңғы ас бар екен, или алкоголь жоқ деді. Іште су жоқ деді, тамақ ішіп тамақ жейтін де бар екен. Мәртесі бар ма екен? Бар екен, бірақ тамақтың да тамағы бар. Білесіз ғой, бұл Риксистің несі сервис жоғары, тамақтары неше түрлі керемет. Таңдап аласың. Таңдап аласың. Анау енді мынау недегі жаңағы өзіңіз айтқан санаторийлерде сәл более не болады деді, соған байланысты болады. Так енді айтайын деп жатқан бұл жерде бір нәрсе, мысалға қазақтар осы ақырғы 10 жылдың ішінде шетелге шығатындар көбейді деп жатыр. Бұл значит біздің Қазақстанның қалталы азаматтардың көбейгендігі ме, или қазақтардың енді көз ашылып шетелге қорықпай шыға алатын болды ма? Қалай ойлайсыздар? Қай ойдасыздар? 10 жылдың ішінде көбейді деп жатыр, енді шетелге шығатын осы. Байқасаңыздар. Енді шынында да Дубайда да бұлда қазақтар көріп жүр. Бүгінде қазақтар көзір амандасып бұл жағдайы келген қазақтар бір көріп алғаннан кейін кеп тұрады ғой. Жоқ, мен өзім ойлайтын, біріншіден қалталы азаматтар сәл көбейді деп ойлаймын. Себебі мына Украинадан, Молдовадан, одан кейін жаңағы елдің қасымыздағы жаңағы Россияның айтпай қойды, Россия ешкімге төмен емес. И қасымдағы екінші ел есімде, үшінші ел есімде болмайды. Олар кеше сұрасам, ортақ айлық табысы біздің төмен екен. Жаңағылар, ортақ айлық табысы төмен. Мен сұрадым, сөйтсем, бірақ олар билет арзан болды. Мен сұрадым, салыстыра келсем, оператордан сұрап. Олар былай екен. Олар 3 сағат ұшады екен. Украинадан. Біз 7 сағат ұштық. Көрдіңіз ба? Бұл жерде біз авиабилетке ақшаны көбірек төлеп жатырмыз. Егер Украинадан ұшатын болсақ, мынау нәрсе, кеше мен сұрадым, біз $1200-ден шығып отыр ма, $2400. Олардікі $2000 екен. Сол $400-ға арзан екен. Украинадан көп. Украинадан көп, потому что жақын. Сол айтпақшы, мен түсінген бойынша Қазақстанның қалталы азаматтары көп болсын. Мынау Қазақстан жүрген жерінде бізді барлық халық сыйлап жатыр. Бұдан да бізді көп таниды болсын деген ойдамын. Енді арзан торқа барамыз десем болса, оны да айтып береміз. Қалай қай жаққа демалып болады. Қымбат барамыз, оны айтуға әрекет жасаймыз. Осы біздің мақсат, негізгі мақсат, оны қазір көрсетіп түсіп отырғанымыз, біздің қазақ азаматтарының қазақ тілі түсінетін контентке жұмыс істеп жатырмыз. Басқа орысша айтып түсіндіретіндер көп. Оны ауылдың қазақтары көп, әсіресе мынау оңтүстік Қазақстан облысынан ол жақ бұл жағынан көп орыс тілін білмейді. Солар жақсырақ қабылдап, көбірек түсінсін деген мақсаттан істеп отқан тірлігіміз болады. Бір нәрсе айтайын. Бұл жерде өзі орысшаны жүрмейді де ғой өзі. Орысы біздің жақтағыдай екінің бірі біздің
қазақ байқұстар білмеймін бір орысша сөйлесіп шындығылар Міне. бәрі орысша Дұрыс ал айтасыз. мында келдік орысшаны түсінетін адам таба алмайсың негізі ағылшын тілі ғой мында Дұрыс айтып отырсыз. Апам айтып отқан дұрыс. Мына жастардың бәрі қазір мектеп уақытысында студенттердің барлықтары уже ағылшын тілін өте керемет біліп жатыр. Значит, бұл жастарымыз құдай қаласа бір 10 жылдан кейін тағы да бұдан дамиды деген ойдамыз. Сол кезде қиналмастан шетелге шығып жүре береді өздері самостоятельно былайша. Даже өзі біздер мына сөйлеп жатып уже әлі тіл байлығымыз аз, әлі орысша сөзді көп қосып жіберіп жатырмыз. Оған кешірім сұраймыз. Біз енді бастапқы болғаннан кейін сәл жұмыстарымыз осылай болып кетті. Осыған енді апа бірақ нәрсе мына интервью бергендеріңізге рахмет. Апама рахмет осынша енді жасын айтпай отыр, осынша жағдайы болып, осынша не дейді немере көріп шөбере сүйетін жағдайға келіп қалса да бізбен бір кісідей дем алып кеше 8 мартқа арналған концертте ақырына дейін отырып вообще жақсы. Апа сізге үлкен рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз. Енді мен құралайға айтайын деп құралай да құдай қаласа бақытты болып кететін жандардың бірі сияқты. Алла бұйыртса. Не деймін енді сіздерге сәттілік. Ертең аман есен барлықтарымыз бірге құдай қаласа Қазақстанға оралайық 11 күні. Сол жерге барғаннан кейін тағы да не қылса біраз қысқаша интервью алып қалуымыз мүмкін. Мынау сіздердің сұхбат бергендеріңізге рахмет. Жақсылықта аманшылықта кездесейік.